Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті шараға қатысушы және біздің жас сарбаздар. Барлықтарыңызды ұлы жеңістің 80 жылдығымен және кешегі өткен отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Соғыс қазақстандықтар кеңестау кезеңде батырлық пен жанқиярлықтың жарқын үлгісін көрсете білді. Майданға аттанған 1 миллион 200 мыңнан астам аттанған жауынгерлердің майдандастардың жартысынан астамы елге, туған жеріне оралған жоқ. Соғыс жылдарында Қазақстанға көшірілген жүздеген өндірістік және өнеркәсіп кәсіпорындарында мыңдаған отандастарымыз еңбек етті. Әрбір орлықтың 9-ы Қазақстанда жасалған қорғасыннан құйылып, жалпы ауыл шаруашылығы болсын, бүкіл салада біздің азаматтар, отандастарымыз аянбай еңбек етті. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы жыл басталғалы өзінің құрылтайда сөйлеген сөзінде осы ұлы отан соғысының 80 жылдығына баса назар аударуға, осы іс-шараны ауқымды түрде өткізуге тапсырма берген болатын. Сондай іс-шаралардың бірі бүгін Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінде ұйымдастырылып отырған ерлік дастаны ұрпаққа ұран, тарихқа тағзым атты көрмесі. Бұл көрмеден сіздер отан соғысына қатысқан біздің майдангерлердің жеке құжаттарын, мемлекеттік наградаларын, сонымен қатар президент бекінісінің қабырғасынан алынған кірпіштің фрагменттерін тамашалай аласыздар. Осындай тамаша сәтті пайдалана отырып барлықтарыңызды мәдениет және ақпарат министрлігінің атынан сіздерді осындай айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Мереке